Ramazan ayı келе жатқанда, Ramazan ayı қасиетті айдачы, жүректе кек менен кірбеш керек. Açık айтып. Кимге ғана болсын. Құлға болу, падыша болу, жүрегіңіз тазалап келин Ramazan айға. Досыңыз бу, туғаныңыз бу, жүректі тазалап келин. Шөншейшіл адамда кеде, қатасыз адам жоқ. Барыбызда жаңылыш бар, кемчилик бардық адамдарда бар. Шөншейшіл қарап тұрып, мүмкін біреуіңіздерге мен қатарақ айтып қойсам, орай айтып қойсам, кеде ұшырашпағанда бұға көңіл бұрылбай қалған үшін оқылады, кеде атайлабайсың, ұқпай қалған, біреудің сөзін ұғатып, екінші сөзін ұқпай қаласың, адамдар жақтан көңілін алып қалышы мүмкін. Бұл қандай бой көтеріп қойды, мен ұқпай қойды, менің көңілім бұрылбай қойды деп айтып қалышы мүмкін. Ушундай билген нерселерден да, билбеген нерселерден да кечиресиздер да тукгандар. Бирибизди кечиришип берели. Ыйык Рамазан айга мындай альхамдулилля деп жакшы натыйжа кирели. Кудай калса Курандын нуру касиети насип болот.